Bismillahirrahmanirrahim. Mansubat тарауының истисна тақырыбын оқып жатқан жайымыз бар. Истисна деген өзгесі, одан басқасы, оны айтпағанда деген мағыналарды білдіретін шылаулардан тұратын сөз табы. Бұл шылаулар өзінен кейінгі сөзді өзінен алдыңғы сөздің ұғымының шеңберінен шығару үшін қолданылады. Мысалы, адамдар келді Зайдтан басқа. Жа'ал қауму илля Зайдан. Акалту таама илля хубзан. Тамақ жедім, наннан басқасын деген сияқты. Истисналаулар 8 түрлі деді автор. Олар илля, ғайра, сиуа, суа, сауаун және хала, ада, хаша. Осы шылаулардың бесеуін алдыңғы 3 дәрісте талқылап өттік. Енді бүгін хала, ада, хаша деген 3 шылауды, дәлірек айтқанда осы шылаулардан кейін тұратын зат есімді мүстәсна сөзінің оқылуын сөз ететін боламыз. Қалай оқылады? Мансуб оқыламы, әлде маджрур оқыламы? Вәл-мүстәсна би хала, ва ада, ва хаша. Хала және ада, сондай хаша истисна шылауларымен мүстәсна болған сөз. Ежузу насбуху ва жарруху. Оны мансуб оқуға да болады. Осы үшеуінен кейін келген зат есімді мансуб күйінде оқуға болады. Яғни фатхалы немесе сөздің қалыбына қарай фатханың орынбасарларының біріне соңын өзгертіп. Немесе ва жарруху немесе маджрур оқуға болады. Яғни касралы немесе сөздің қалыбына қарай касраның орынбасарларының біріне өзгертіп оқуға болады екен. Касраның орынбасарлары өткен дәрісімізде де айтып өттік. Я әрпі мен фатха. Фатханың орынбасарлары қандай еді? Фатханың орынбасарлары, оны біз аламатун насби деген тақырыпта айтып өткенбіз. Мансуб күйінің белгілері деген тақырыпта. Оның белгілері 5. Фатха, касра, алиф және я әрпі, сондай-ақ хасфун нун. Нун харфының түсіп қалуы. Мансуб күйінің белгісі ретінде ең көп қолданылатыны фатха, қалған 4-еуі оның орынбасарлары. Ал енді бұлардың қайсысы қай сөзде мансуб күйінің белгісі ретінде қолданылады деген мәселені біз мансуб күйінің белгілері атты дәрістерімізде толық айтып өткенбіз. Соны қайталап тыңдаса болады. Демек, аталмыш 3 истиснадан соң келген сөзді хала, ада, хаша, осы үшеуінен кейін келген зат есімді ежузу насбуху мансуб күйінде де оқуымызға болады екен. Ва жарруху немесе маджрур күйінде де оқуға болады екен. Нахва, мысалы, қамал қауму хала Зайдан. Зайдтан өзге адамдар тұрды. Қамал қауму хала Зайдан деп халадан кейін келген мүстәсна сөзді фатхалы мансуб оқи алады екенбіз. Немесе қамал қауму хала Зайдин деп халадан кейін келген мүстәсна сөзді касралы маджрур оқи алады екенбіз. Екінші мысал, ва ада амран ва амрин. Қамал қауму ада амран және қамал қауму ада амрин деп осылай оқысақ та болады. Ва хаша бакран ва бакрин. Қамал қауму хаша бакран немесе қамал қауму хаша бакрин деп осылай екі түрлі оқи алады екенбіз. Бұған тағы бір екі мысал бере өтелік. Қатафтул азхара халал варда. Раушан гүлінен басқа гүлдерді жұлдым. Осы жерде халал варда деп вард сөзін фатхалы оқи аламыз. Немесе қатафтул азхара халал варди деп ал-вард сөзін бұл жерде қалай оқи алады екенбіз? Маджрур оқи алады екенбіз. Зурту масаджидал мадинати хала вахидан. Қала мешіттерінің бәрін зиярат еттім, біреуінен басқасы. Осы жерде вахидан боп мансуб оқылуда, немесе зурту масаджидал мадинати хала вахидин деп оны маджрур оқи алады екенбіз. Енді осы жерде мынандай сауал туындайды.
неге аталмыш үш истисна шылауларынан келген мүстәсна сөздерді біз осылай екі түрлі оқудамыз деген осындай бір сауал туындауы мүмкін. Оған жауап ретінде былай делінген кітаптарда: хола, ада және хаша осы үшеуін араб тілі синтаксисінде харф ретінде де, яғни харфул жар ретінде де, етістік ретінде де қолдануға болады. Мұны истисна дәрісінің бірінші бөлімінде де айтып өткенбіз. Мысалы, илля үнемі харф деп саналады дедік. Ғойро және оның туыстары болса үнемі зат есім деп аталады дедік. Исм ва әсма. Ал мына үшеуі кейде харф, кейде етістік ретінде саналады деп айтқанбыз. Енді осы үшеуін біз етістік ретінде қолдансақ, онда олардан кейін келген мүстәсна сөзді біз мансуб оқиды екенбіз. Мына мысалдардағыдай. Ал егер бұларды біз харфул жар ретінде оқысақ мәтінде, онда біз мүстәсна сөзді, бұлардан кейін келген зат есімді мәжрур оқимыз. Алайда осы жерде маңызды бір нюанс бар. Ол мынандай нюанс: егер осы үшеуінің алдына, яғни холя, ада, хаша осы истисна шылауларының алдына мә әл-мастария келсе, онда осы үшеуінен кейінгі зат есімді біз үнемі мансуб оқуымыз керек. Мысалы, қомал қому мә хола зайдан. Қомал қому мә хола зайдин деп оқи алмаймыз. Мә келгендіктен бұл жердегі зайд сөзін біз үнемі зайдан деп мансуб оқуымыз керек екен. Өйткені мә мастария тек етістіктің басына келеді. Мә мастария келуімен оның етістік ретінде қолданылып тұрғаны айқындалған болады. Сол себепті олардан кейінгі мүстәсна сөздерді, немесе басқаша айтқанда зат есімдерді, олардан кейін келген зат есімдерді біз мәф'улун бихи ретінде үнемі мансуб оқуымыз шарт екен. Кітапта мысалға қарайық. Қомал қауму хола зайдан. Қомал қауму хола зайдин. Міне осы екі түрлі оқи аламыз. Себебі мына жерде хола сөзінің басында мә мастария жоқ. Егер осы хола сөзінің алдына мә харфы келетін болса, қомал қауму мә хола деген сияқты, онда біз бұл жердегі зайд сөзін үнемі зайдан деп мансуб оқуымыз керек. Қомал қауму мә хола зайдан. Мә хола зайдин деп өзгерте алмаймыз. Қомал қауму мә ада амрон. Қомал қауму мә хаша бакрон. Кейбір кітаптарға қарасақ, хаша истисна шылауы мә мастария алмайды деген пікірлер бар. Алады дегенде пікірлер бар. Егерде біз алады деген пікірді сүйене отырып, мына жерге мә мастарияны алып келетін болсақ, онда қомал қауму мә хаша бакрон деп оқуымыз керек болады. Қашан? Егер осы үшеуінің басына мә мастария қосарланып келген болса. Тоқ етерін айтқанда, біздің бүгінгі дәрісімізден көкейге тоқитын мәселеміз хола, ада және хаша истисналарынан кейін келген мүстәсна сөзді біздер мансуб күйінде де оқи алады екенбіз, мәжрур күйінде де оқи алады екенбіз. Мансуб оқысақ та қате емес, мәжрур оқысақ та қате емес. Қомал қауму хола зайдан десек те қате емес, қомал қауму хола зайдин деп оқысақ та қате емес. Бірақ егер осы үш истисна шылауларының алдына мә харфы қосылып келсе, оны мә әл-мастария дейді дедік. Онда бұл үшеуінен кейін келген мүстәсна сөзді біз үнемі мансуб оқуымыз шарт болады. Мысалы, қомал қауму мә хола зайдан. Қомал қауму мә ада амрон. Қомал қауму мә хаша бакрон деген сияқты. Бүгінгі дәрісімізден есте сақтауымыз керек мәселе осы екі мәселе. Енді осымен истисна тақырыбын аяқтадық. Келесі сабақта, Құда қаласа, мансубат тарауының басқа бір бөлімі лә нафияны оқитын боламыз. Келесі кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Вальхамдулиллахи раббил аламин.